Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздермен шампиньоннан жасалатын пирог пісіреміз. Оның құрамына 210 грамм ұн, 110 грамм сары май, жұмыртқаның сарысы, тұз, шай қасық. Барлығын бірге араластырып, қамырымызды илеп аламыз. Салмасына сковородканы аласыздар. Салмасына 3 столовый ложка май, 1 сарымсақ, тауықтың төс еті 300 грамм, шампиньон 10-12 штук, тұз, бұрыш, бәрін бірге араластырып 10-15 минут қуырып аламыз. Құймасына келетін болсақ, қыздар, 20-дан жоғары, пайызы 20-дан жоғары болу тиіс. Клейге қосамыз 33%, 150 грамм қосамыз. 3 жұмыртқа қосамыз, ірімшік қосамыз 100 грамм. Тұз, бұрыш, дәміне қарай саласыздар. Барлығын араластырып, жасап қойған қамырымыздың үстінен салмасын салып, салманың үстінен құймамызды салып, 30-35 минутқа 180 градусқа пісіріп аламыз. Өте дәмді, қыздар, жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.